Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli şagirdler, hürmetli jinagan kavim. Allah'a şükür biz düşen bir sabakta tamaqtanıp bolgandan keyin bir az gana wagız nasihat, keyin sabak bolat. Sabaktın ötü ördüsü osılay. Yani wagız ne üçün gerek degen wagtda wagız bul zaryadka deyma ne deydi? Kuvat tağış dep aytama, kalay aytadi. Kuvat berip oturadi. Ötkeni adam үнемі сабақ оқса, мынау қу тіршілік дейді ғой. Осы қу тіршілікке беріліп адам көп нәрседен ғафлетте қалып кетеді екен да. Сол үшін бұл уағыз насихат деген сол адамға қуат беріп тұратын бір үлкен бір не екен, үлкен бір таптырмайтын амал екен. Бүгін сіздермен Алла амандық берсе, мына уақыттың маңыздылығы жайында, уақыттың құндылығы жайында айтқымыз келіп отыр. Өйткені уақыт адам сақтау керек болған, адам қатты көңіл бөлу керек болған ең маңызды, ең құнды нәрсе бұл уақыт дейді да ғалымдар. Алайда бұны көрім адамдарға бұл жеңіл өтіп кете береді дейді. Сақтауға, көңіл бөлуге ең керекті нәрсе, ең маңызды нәрсе ол уақыт дейді. Алайда бұл адамдарда көрім жеңіл өтіп кетеді. Адамдар көңіл бөлмейді екен да. Таң атты, күн батты, таң атты, күн өтіп жатыр да. Уақыт өтіп жатыр. Алайда ғалымдарымыз осы уақыттың маңыздылығын бізге айтып жатыр да. Өйткені Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде бірнеше сүрені осы уақытпен не қылды бастады. Мысалы, уәл фәжр, уәл лейл, уәл духа. Былай қарап тұрады болса не қылды? Алла Субхану ва Тағала осы уәл духа уақытымен, фәжр уақытымен, және де аср уақытымен не қылып жатыр? Қасам ішіп жатыр да. Өйткені бұл өте құнды нәрсе. Өйткені осы уақыттың ішінде адам баласының бақытты кезі де, бақытты заманда, адам баласының бақытты кезі де, бақытсыз кезі де, сырқат кезі де, дені саулық кезі де, байлық кезі де, кедей кезі де, барлығы осы уақыттың ішінде өтеді екен да. Алайда адамның өмірі көп айтамыз, сәттен тұрады да. Адам барлық уақытта біргелік жүре алмайды екен да. Сәттен тұрады екен. Сол үшін Алла Субхану ва Тағала не қылды? Әр уақытты жеке не қылды? Қасам ішіп, уақыттың маңыздылығын бізге көрсетті.